Ахленде сәлем достар. Бүгін мен егерде сіздерге қарсы детский мат ойнаса, қалай детский маттан қорғану керек екенін көрсететін боламын. Басында мен сіздерге детский маттың қалай орындалатынын көрсетейін. Осы кезде олар сіздерге детский мат қойғысы келеді. Детский маттың суиден көрсетейін. Мысалы, үйсте жүрсеңіздер, сіздер мат аласыздар. Осының орнына осы кезде біз ферзді прогнать етеміз. Ферзь детский матты басқа способпен қойғысы келеді. Бірақ та біз коньмен ол способты жауып қоямыз. Ол біздің коньді жақын арада пешкамен қуғысы келеді. Бірақ та біз ферзға және двойной ударға атака жасаймыз. Ферзь қайтып келеді орнына. Осы кезде біз оның слонына атаковать етеміз. Бұл жақта любой игрок пешканы алады, бірақ та біз ответпен пешканы жемейміз. Біз орнына ферзға атаковать етеміз. Осы жерде ферзді қорғауға бір способ бар. Бірақ та ең тиімді способы осы способ. Және көбінесе де осы способ кездеседі. Көбінесе. Потому что бұл жақта выгоднее болады басқа способтардан басқа. Осы кезде біз өзіміздің слонымызды жертваға береміз. Егер де ол коньді жесе, біз оның ферзін дейміз. Сол үшін ол біздің слонды жейді. Біз бұл жақта хитрый ход жасаймыз. Шах береміз. Ода бір ход бар. Ол қашады, сосын оған мат береміз. Осылай, егер де сізге біреу детский матпен угрожать етсе, осындай дебютті ойнасаңыздар болады. Осы дебют арқылы сіздер бүкіл сіздерге қарсы детский матқа ойнайтын адамдарды ұта аласыздар. Енді сіздерге детский мат апасына болмайды деген ойдамын. Және де осы дебютті көріп, детский мат ойнайтындарды наказать етіңіздер. Барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.